Бүгінгі таңда біздің балабақшамызда Гринстоя өз жұмысын жасап жатыр. Өсімдіктер мен балықтар бір баған бойында орналасқан. Ақ гидропоника дегеніміз өсімдіктерді топырақсыз жасанды ортада өсіру. Балалар маған өсімдіктер тек жерде ғана өсе алады ма деген сұрақтар қойылды. Балалармен бірге біз осы сұрақтың шешімін табу үшін қалдық көкөністерді пайдалана отырып, әртүрлі өсімдіктерге тәжірибе жасадық. Өздеріңіз көріп тұрғандай, шіріген бананды гүлге тыңайтқыш ретінде пайдаланды. Және де қызыл тәтті бұрыштың тұқымын қабықшасынан айырып алып, тәтті бұрыштың қабықшасына балалар топырақтар салып, және де тұқымдарды қабықшаға қайта септік. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қолданылған қалталы шайға біздің бүлдіршіндеріміз редиска тұқымдарын септі. Қолданылған қалталы шайдағы редисканың нәтижесі 3 күнде дайын болды. Айтыңдаршы, мынау қандай өсімдік? Тамаша, мақта. Ал мақта Қазақстанның қай өңірінде өсіріледі? Оңтүстік Қазақстанда. Тамаша, жарайсыңдар. Неге оңтүстік Қазақстанда артық? Өйткені ол ыстықты өте жақсы көреді. Күннің көзін жақсы көреді, е? Ал мақтадан біз не аламыз? Тамаша, тағы не аламыз? Киік, көрпе, тағы не аламыз? Жіп аламыз, киік. Жарайсыздар, біз мақтадан өте көп заттар алады екенбіз. Олай болса бала, мақтаны қолымызға ұстап көрейікші, қандай екен? Жұмсақ. Ал бүгін біз сендермен мақтадан жіпті алып, әртүрлі түстерге бояймыз. Иә, мақтадан жіпті ширатып алып.
Біздің балаларымыз мақтамен жақыннан танысып, және мақтадан не алуға болатыны жайлы тәжірибе жасадық. Балалар, жіптерің қандай түске боялды? Менің қызыл боялды. Менің Қандай түсте сенде? көк. Тамаша. Менде қызыл түс. Менде қызыл түс. Жіп. Олай болса, осы біздің дайын болған жіптерімізді қыздары бізге екі кошынка тоқып береді. Неше? Біздің қыздарымыз үй тапсырмасын аналарымен бірге үйге орындап келді. Балалар өз бетінше ізденіс үстінде болды. Еңбекке деген қызығушылықтары өте жоғары деңгейде. Бізге мына тәжірибе жасағанның көп пайдасы тиді. Командалық жұмыс жасай алады. Әрбір тәжірибе барысында мұқият орындайды. Балалар күнделікті жаңа нәрселерді ашып жатқан соң, алдағы уақытта көптеген жобалар мен тәжірибелер болатынына кәміл сенеміз.